Қымбатты достар, Қона кітапхана филиалы сіздерді жаңғыру жазудан басталады әңгімесіне шақырады. Қазақстан Республикасы Президентінің болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласында қазақ тілін біртіндеп латын әліпбиіне көшіру жұмыстарын бастап, бұл мәселені дәйектілікпен терең түсініп, байыппен қарау қажеттілігін тиек етті. Расында тарихқа көз жүгіртсек, 5-15 ғасырларда түркі тілі Еуразия аумағында аса ауқымды бөлігінде ұлтаралық қатынас тілі болды. Алтын Орда, Ақ Орда құжаттары түркі тілінде жазылған. Латын әліпбиі 1929 жылдан 40 жылға дейін қолданылған, кейін кириллицаға ауысты. Қазақ тіліндегі жат дыбыстарды таңбалайтын әріптерді қысқартып, сол арқылы қазақ тілінің табиғи таза қалпын сақтауға мүмкіндік береді. Сонымен бірге қазақ тілін оқытқан кезде басы артық таңбаларға қатысты емле ережелерді қысқартады. Ол мектеп қабырғасынан бастап барлық жоғары оқу орындарында оқыту үрдісін жеңілдетуге мүмкіндік береді. Латын әліпбиіне көшу арқылы қазақ тілінің халықаралық дәрежеге шығуына, ақпарат кеңістігіне кіруге тиімді жолдар ашылмақ. Латын әліпбиіне көшу тиімді әрекет. Ол біздің ұлттық кодымызды сақтап, ұлт ретінде дамуымызға да жол ашады. Елімізде көптеген ұйымдастырушылық түсініктіру жұмыстары, онлайн конференциялар, диктант, жазу, отырыстар, тағы басқа да жұмыстар атқарылуда. Баспасөз беттерінде жаңа әліпби негізіндегі қазақ тілі емлелерінің ережелері берілген. Бұл ереженің бастапқы түзу жұмысы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитеті Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтында атқарылды. Бірнеше мәрте талқыланудан өтіп қаралды. Емледегі тың өзгерістер, жаңа қағидалар және олардың ғылыми негіздемесі жан-жақты қамтылады. Латын әліпбиіне көшу арқылы ұлт мұратының жаңа бір белеске өрлеуіне, түркі тілдес халықтардың өзара тіл байланысын арттыруға, жаңа заман талабына сай өскелең ұрпақтарымыздың ағылшын тілін меңгеруіне зор мүмкіндік береді. Сондықтан елбасы тіл мәселесіне қатысты ой толғамына ынта-жігерімізбен қолдау білдіру біз бүгінгі таңда кезек күттірмейтін мәселе деп санаймыз.